Жігер Ауыпбаев әкесін жұлдызға айналдырмақшы. Ол ешқандай еліктеу емес. Егерде ол сондай өнер болып жататын болса, ол неліктен шығармасқа. Кезінде әкем өз топ болған, мен Бегал деген ағам бар, папам туған інісі. Ол кісі де гитарада мықты ойнаған. Әкем соло гитарада, ағам бас гитарада. Және тағы сол әкемнің, ағамның достары барабанда отырып, сол Битлз, Дос Мұқасан ағаларымыздың мықты шығып атқан кездер соған еліктеп сөйтіп бастап ойнаған екен бұл кісілер. Алайда үлкен Ауыпбаев үлкен сахнаға шықпай қалды. Сол себепті оның арманын жұлдызды ол Жігер орындайым деп отыр. Анама үйленбей тұрып, енді армандаған едім, расында да. Енді ол өнер, мен өзім білемін да, сезем. Өнердің ұшын ұстаған адам көп нәрсені армандайды. Ойында өнері бар адам, ол көп нәрсені армандайды. Мен кейде үйге барған кезде әкем үйде мен Ямахам бар, пианино, домбыра бар, гитара бар, бәрін алып алады, доңғырлатып, ән айтып, гитараны алып, сол бұрынғы өзім кездегі әндерін айтып сөйтіп отырады. Бұйырса, өзімнің жеке шығармашылық кешім болатын кезде, сол кезде бір жақсы бір бағдарламалар дайындап, әкем де сол бағдарламаның ішіне кіреді. Жігердің әкесі тыңдармандар тауып қалады. Жігер де әкесінің өз тыңдарманы пайда болатынына кәміл сенеді. Сенгендіктен де жоғарыдағыдай салыстырудың болғанын сезіп отыр. Сондықтан қайратқа еліктеген түгім жоқ деп алдын ала ескерту жасады. Ол ешқандай еліктеу емес. Егерде ол сондай өнер болып жататын болса, ол неліктен шығармасқа. Мен өзімнің ол бұрыннан арманым еді сондай. Әкеммен бірге бір сахнада бір ән айтып тұрсақ, екі домбырамен кәдімгі өзіміз ұлттасып алдымыз бен деп. Ол менің арманым еді. Бұл еліктеу емес, бұл әшейін сол кішкентай бала күнгі арман. Сол бір өзімнің пісіп жетіліп өзім дегеніне жетіп жатыр деген сияқты бір деп айтуға болатын шығар. Оның үстіне Ауыпбаевтың ата-анасы заманауи шоу-бизнестен бейхабар емес. Мен продюсер мен қолдаушылардың тек ата-анам және де бір жаратқан болды. Болашақта продюсермен жұмыс жасау ондай ойда жоқ. Әкем мен анам менің өмір бақи продюсерім ғой. Ауыпбаевтар атты дуэттің ел аузында жүретініне Жігердің өзі сенімді. Көрейік.